Сәлем баршаңызға. Мен бүгін осында өте жұп-жұмсақ, қараңыздаршы, қандай жұп-жұмсақ, нәзік, дәмді творожный рогалики дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеомды толық қарап шығыңыздар. Ең алдымен күштен өткізілген ұнымызға сары майымызды қосамыз. Менде бөлме температурасында тұрған сары май. Тоңазытқышта тұрған сары майды қосуға болады. Бізге ең алдымен крошка дайындап алу керек. Достар, сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісінде басып қойсаңыздар болады, жаңа видеомды өткізіп алмауыз үшін. Мен міне осындай крошка дайындадым. Қатты баспаймын, өйткені мен сары майым жұмсақ. Ақырын-ақырын осылай араластырып крошка дайындаймын. Енді келесі творог керек. Творог менде домашний творог, үйдің творогы. Оған қант, разрыхлитель және жұмыртқа қосамыз. Магазинный творогты қолдануға болады. Барлық керекті заттарды описанияда қалдыратын боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Сіздің балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Енді осының барлығын вилканың көмегімен немесе блендермен араластыруға болады. Жақсылап тұрып араластырамыз. Міне мен араластырып алдым. Енді осының барлығын қосамыз. Жаңағы крошкамызға творогымызды қосамыз және үстіне ванилин саламыз. Енді осының барлығын араластырып қамыр илейтін боламыз. Бізде қамырымыз жұмсақ болады және қолға кішкене жабысатын болады. Ұн қосудың керегі жоқ. Өйткені біз бұны 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Сонда алғанда сонда қатты жабыспайтын болады. Осылай салафанға салып, холодильникке салып қоясыздар. 1 сағат өтті. Енді осыны бөліктерге бөліп, қамырымызды жаятын боламыз. Мен қамырымды осы 3 бөлікке бөлдім. Есуге ыңғайлы болу үшін және рогалигім үлкен болып кетпес үшін осылай 3-ке бөлдім. Қалған 2 бөлігін салафанға салып қоя тұрамын. Енді қамырымызды жаямыз. Астына шамалап ұн сеуіп. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, көрдіңіз бе, нәзік өзі. Ақырын ұстамасақ жыртылып кетеді. Сондықтан ақырын абайлап жұмыс жасаймыз. Қамырымызды жайып аламыз. Тым жұқа қылмаймыз. Міне қамырымды жайып алдым. Енді бетіне осылай қасықпен қант сеуіп шығамыз. Қант сеуіп болдық. Енді оқтаудың көмегімен тағы бір рет осылай басып шығамыз. Қанттарымыз шашылып қалмас үшін. Енді осы видеодағыдай осылай бөліктерге бөлеміз. Орап рогалики жасаймыз. Осы уақытта біз пешімізді алдын ала қосып қоямыз. 180 градуста пешіміз қызып тұру керек. Міне осындай рогаликтар дайындаймыз. Мына мен екінші қамырым жаңағы бөліп қойған. Оны да осылай жазып, бетіне қант сеуіп, рогалики дайындаймыз. Міне мен рогаликтарымды жасап болдым. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің рогаликтарымыз пісті. Қараңыздар қандай жұмсақ. Дәмі деген өте керемет. Бірге жасап көріңіздер. Менің видеомды толық қарағандарыңыз үшін рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.